Елімізде жаңа тәңіршілік топтардың бірнеше бағыттары бар екенін ескертіп өтеміз. Олардың бірі тәңіршіліктің бақсылық бағыты. Елімізде бұл топтың өкілдері онша көп емес, екі қолдың саусақтарына да жетпейді. Бұл бағыттың тәңіршілік туралы ұстанымы әрбір адам тәңіршілдік сеніміне ере алса да, әрбір адам бақсылық іс-әрекеттерді атқара алмайды. Сондықтан тәңіршілдік мистикалық жүйе, тылсыммен байланыс орнату деп сенеді. Аса белсенді өкілдерінің арасында елімізге танымал өнер университеттерінің ұстаздары, орыс тілді мәдениеттанушылар кездеседі. Бұл бағыттың негізгі қозғаушы басты тұлғасы шашы ұзын ер бақсы, өздерінің айтуы бойынша тырнақшаның ішіндегі арқасы бар, қасиет қонған адамды бақсы деп атайды. Бақсылар өздерін кейде қабаған төбет деп те атай береді. Бұл атаулар өздерін қолдаушы тылсым күштердің бейнесіне байланысты болса керек. Бұл бағытты насихаттаушы Капаган төбет. Трансқа түсу, тылсыммен байланысу рәсімдерін Бурятиядағы шамандардан үйренгендіктен, неотәңіршілік бағыттағы бұл топта шамандық оккульттік мистикалық ұстанымдар ерекше көрініс тапқан. Сондықтан да, әр кездерде бурятиялық шамандар еліміздің ірі қалаларына еш кедергісіз келіп, бал ашу, болжам жасау, магия, кәсіпке табыс шақыру сияқты істермен шұғылданып, көпшіліктің сеніміне кіріп, қалталарын қағып келеді. Тәңіршілдік тек бақсылар мен тылсым адамдар ғана ұстанатын заңдылық деп сенетін бұл топтың негізгі кітаптары да бар. Мысалы, Сила Духа еңбегінде бақсылық ғұрпы, магиялық жүйе, көріп келдік, бақсылық, тылсыммен байланыс орнату секілді әдеттер баяндалған. Ал бақсылыққа қатысы жоқ жай сенушілерге дереккөз ретінде ежелгі Қазақстан мифтері атты мифтер жинағын оқуға ұсынады. Наным сенімі. Ол кітап бойынша әлем үш бөлікке бөлінеді. Жоғарғы әлем, тәңір мен аруақтар әлемі. Ортаңғы әлем адамдар мен жер үстіндегі жүретін жануарлар мен рухтар. Төменгі әлем еркілік пен жер астындағы жануарлар, судың астында жүзетін жануарлар, зұлымдық рухтар. Мұнда тәңір дүниедегі жан иелерінің әкесі саналады. Тәңір пайда болмай тұрып, әлемді бұлдыр тұман, мұхит басып тұрған. Күндердің бір күнінде мұхит ортасында ақ жарық пайда болып, одан алтын жұмыртқа пайда болды. Жұмыртқа ішінде барша әлемнің түп атасы тәңір ұзақ жылдар бойы ұйықтап жатқан. Бір күні ол оянып, жұмыртқаны жарып, жұмыртқаның үстіңгі жағынан көкті, астыңғы жағынан жерді жаратты. Көк жерге құлап кетіп, дүние қайта астан кестең болмас үшін арасына темір қазық қойды. Тәңір көк жүзін айналып жүретін арғымақтарды темір қазыққа әкеп байлап қойды. Тәңір өмірге ұрпақ келтіру үшін өзін еркек пен әйелге бөлді. Құдай әйелді ұмай тәңір деп атап, оны Сумер тауының ұшар басына, сүтті көлі бар аспан тауының қия шыңына қондырды. Көк жүзінде сарқырай ағып, сүт көлге құятын жұлдыздар жолы, құс жолы, осы ұмай тәңірдің сүті саналды. Тәңірдің демі жел мен бұлттарға, дауысы күннің күркіреген дауысына айналып, оң көзінен күн, сол көзінен ай жаратылды. Құдайлар мен адамдардың өмір сүруіне бөгет жасайтын жын шайтандарды найзағаймен ұрып жайратты. Тәңір ең жоғарғы құдай, басқа құдайлар оның әмірін орындайды деп сенеді. Діни культтік қызметтері. Бұл топ өкілдері отбасылық және оба мен тауға арналған рәсімдік ғұрыптарды атқарып келеді. Олардың бірі әруаққа ақ арнау рәсімі. Бұл күнде таңғы ас алдында сүт пен шайды аруаққа арнау дәстүрі. Ол үшін сүт пен шайды кесеге толтырып, адам баспайтын жерге шығып, шығыс жаққа қарап тұрып былай жасалады.
күнді Құдайдың бірі ретінде, әлде белгісі ретінде, өзіңінің және әкесінің атын, руын дауыстап атайды. Қолдап қорғап жүрген күштерге атын атап алғыс айтып, осы дәмді арнаймын деп айтады. Сосын тілек тілейді. Қайтадан алғыс айтып, сүт пен шайды көкке шашады. Бұдан бөлек жылдың әр мезгілінде тауларда жиналып оба рәсімдерін атқарып келеді. Бұндай рұқсатсыз діни рәсімдер жасау заңды белден басу екенін білсе де, алыс тауларда атқарылған діни рәсімдер көзге түспейді деп ойласа керек. Рәсімдер көбіне арша тұтатып, бумен қағу арқылы өтеді. Айтпақша Тубада аршаны тек әйелдер ғана тұтатады, ерлер үлкен от жағады. Бәлкім шашы ұзын ерлерге де арша тұтата беруіне болатын шығар, анығын білмеді. Ал көпшілік арасында бұл топтың бақсыларына деген сұраныс күн санап артып келе жатқаны сияқты, ренжушілер де көбейіп келеді. Ренжіп жүргендер көбіне бір рет барып қайта бармай қойып едім, сыртымнан магия жасапты, жолымды жауыпты деп өкпесін айтып жатады. Бұл еліміздегі неотәңіршіл топтарының бірінші бағыты.